Намаз туралы ғибратты әңгіме. Бір кісі өмір бойы намазын оқып, оразасын ұстап, Аллах тағалаға құлшылық етуін үзбепті. Тек бір кемшілігі намазын үнемі кешіктіріп, уақыты бітуге таянғанда ғана оқиды екен. Күндердің бір күнде ажал жетіп, әлгі кісі өмірден озыпты. О дүниеге барғанда есеп дәптер бойынша жауап алынып болған соң, ол тозаққа лайық деп танылыпты. Қалайша деп таң қалып мұсылман, менің өмір бойғы жасаған құлшылығым, бір Аллахқа деген сүйіспеншілігім мен қорқынышым, маңдайым сәждеде жатып, тозақтан құтылуды тілегенім, бәрі босқа кеткені ме? Маған ақыреттің жақсылығы шынымен ақ бұйырмағаны ма? Ол есін жиып үлгірмей жатып ақ, екі періште екі жағынан сүйрелеп, тозаққа ала жөнеліпті. Бойын қорқыныш пен үрей билеген, аяқ қол дірілдеп, аузы икемге келуден қалған байғұс тек іштей намазым, намазым деп күбірлей беріпті. Бет қаратпас қып-қызыл жалынның ыстығы енді денесіне тие бергенде, алдынан ақ сақалды, ақ киімді адам шыға келіп, отқа лақтырылған бишараны қағып алып, кері ұша жөнеліпті. Сен кімсің деп сұрайды бұл. Мен сенің намазыңмын депті ол. Осы кезге дейін кешігіп қайда жүрсің? Есіңде ме? Сен де мені ең ақырғы сәтте намаз уақыты бітерде оқушы едің ғой. Үнемі кешіктіретінсің. Менің кеш қалған себебім осы. Енді қорықпай-ақ қой. Мен Аллахтың қалауымен сені тозақ отынан құтқарамын, депті ақ киімді адам. Сөйтіп, намазының арқасында әлгі кісі жаннатқа лайықты болыпты. Әрқайсыларыңыз жаннатқа лайықтысыздар. Аман сау болыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.